Сәлем барлықтарыңызға. Біз бүгін осындай қатпарлы және қытырлап тұратын самса пісіретін боламыз. Дайындау әдісін көрсетемін. Мен шағын пісіргеннен кейін маған 500 грамм ұн және 1 шай қасық тұз екеуін қосып араластырып, үстіне кішкене салқындау су құйып, ұнымыз қаттылау болғанша илейміз. Және қатты болғаннан кейін илеп, оны 20 минутқа салфанға салып қалдырамыз. 20 минуттан кейін қайттан қайтарып илеп, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Және осы кезде қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Сөйтіп 2 бөлікке бөлгеннен кейін бір бөлігін жайып аламыз. Жұқа қылып, жұқа болу керек, ол міндетті. Жиектерін осылай қайырып жайымыз да, өйткені жиектерде жұқа болу керек. Екі қамырымызды жайып болғаннан кейін біреуісіне сары майды ерітіп, өйстіп жағып қойып қоямыз. Және екіншісіне де дәл солай сары майды жағып, екінші қамырымызды үстіне қойып, екеуін бірге ораймыз. Және содан кейін морозильникке саламыз. Морозильникке салып қату керек. Сол кезде біздің самсамыз қатпарлы және күшті болып шығады. Қатты қылып қатырып алғаннан кейін осылай майда бөліктерге бөліп жаямыз. Осы рецептпен істесеңіздер, самсаларыңыз күшті болып шығады. Жайып аламыз. Әркім өз қалағандай формаға істей берсе болады. Мен мына жерде өріп және үшбұрыш қылып істедім. Өріп істеу білмейтін кісілер болса, өрген кезде төменнен бастаған әдемірек көрінеді. Төменнен бастасаңыздар күшті болып, қаттырақ басу керек. А то печкада тұрғанда ашылып кетеді, үстері қаттырақ басылмаса. Үшбұрыш қылып істеп, осылардың бәрін рет-ретімен печкаға салып, үстіне жұмыртқамен мак себеміз. Ал салмасына менде пиязды жіңішке майда қылып турап, фарш, тұз, қара бұрыш салып араластырдым. Және самсаның өзінің приправасын салдым. Соны салсаңыздар, самсаларыңыз өте дәмді болады. Ал қамырларыңыз кішкене тотбаршақ болып тұрса, үстіне кішкене май құйып жіберіңіздер. Сол кезде самсамыздың фаршы күшті сочный болып шығады. Өте дәмді болады сол кезде. Ал егер майы көп болса, нормально солай жасай беріңіздер. Мінекей самсаларыңыз осылай қатты, қытырлақ, рет-ретімен орналасқан болып, әдемі болып шығады. Кез келген қонақтарыңыздың алдарына ұялмай қоя беретін боласыздар. Мені